Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында донердің жасалу түрін көрсететін боламын. Видеоның соңына шейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Неке видеода көріп тұрғандарыңыздай сырты қытырлақ, іші сочный болып шығады. Сонымен бізге алдымен ыдысымызға сұйық майымызды құйып, үстіне тұз саламыз. Тұз салғаннан кейін қара бұрыш, паприка, үккіштен өткен чесногымыз салып, 2 қасық майонез саламыз да жақсылап араластырамыз. Кейін жақсылап турап, бір келке қылып турап, картопымыз саламыз. Картопты майға қуырмаймын, осылай тауықтың етімен духовкаға пісіріп алатын боламыз. Тауықтың төс етінде осылай жұқалап, жақсылап турап алып, араластырып, бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Дәмі кіру керек. Кейін жарты жуаға осылай 2 шпажканы салып, жақсылап тауықтың төс етін осылай орналастырамыз. Видеода көріп тұрғандай. Кейін жан-жағына картоптарымыз салып, духовкаға 180 градусқа жарты сағатқа пісіріп аламыз. Құрметті көрермендер, осындай әдіспен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай. Картопты да майға қуырып, әуре болмайсыздар, өте дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде осы жолмен жасап көріңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Неке біздің картопымызда фрейіміз, яғни тауықтың төс еті де жақсы пісіп шықты. Осылай өзіңіздің қалауыңызша ұзыншалап кесіп дайындап аламыз. Енді донерімізді жинайтын боламыз. Мына жерде мен донерге майонез бен кетчупты араластырдым. Және де кішкене чеснок қосып жібердім. Видеода көріп тұрғаныңыздай майонез жұқалып жағып алып, лавашымызға үстіне картопымызды, тауықтың төс етін жақсылап қалауыңызша орналастырып, мен бұл жерде помидор мен қияр ғана қостым. Үстіне тағы да майонез жағып, жақсылап орап, сковородкаға 2 жағын қыздырып аламыз. Неке құрметті көрермендер, осымен донеріміз дайын. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлдина.